Мен және де телефон. Сәлем. Сен кімсің? Мен телефоннан шыққан арман орындағышпын. Онда менің 3 желаниям бар ғой. Тағы ма? Біреу? Неге біреу? Өйткені сен мені бір-ақ рет босаттың. Кір онда қайтадан босатам. Кір деп не, кіре салатын мен саған сиырмын ба не? Қайдан білем, сиырға табынушылар құсап ана Индиядағы саяқыл киініп апсың? Жарайды, суть не в этом. Давай желанияңды айт. Жарайды, сол бір желаниям 3 желания болсын. Айтқаның келсін. Мә. Бұл не үшін? Еще ананың көтінен алып шықтың ба? Енді 3 желания дедің ғой. Мә саған 3 желания. Папаңмен бірге магазинге барған кезде. Пап, сен қайда кетіп баратсың? Байға кетіп баратырмын. Папа, қумыш, сен қатын емессің ғой? Жарайды, магазинге кетіп баратырмын. Барасың ба? Конечно, барам. Не алып бересің? Жүр, сол жерде көре жатармыз. Аяқтағы гәлөшті айтсыш. Стил ғой, стил. Ой, топас. Отыра берейін ба? Жоқ, жатып ал. Қой, машинада жатпай шығырмын конкретно. Ой, құдай. Ана ремень тағып ал содан кейін. Папаның алдына қаш кетқам? Көтіңе тық, көтіңе. Жарайды, без проблем. Ой, қалжындай, мошкеміз мәшке тығасың. Пап, қара қандай әдемі келіншек. Қайс. Сендер топассыңдар ма, неме бір орында тұрсыңдар? Мен және де тіс перісі. Айбай тісім-ай. Не болды? Тісім түс қалды. Короче, ана тісіңді алды, жастықтың астына салып қой. Не үшін? Түнде ана тіс перісі сен тісіңді алып кетеді де, оның орнына ақша салып кетеді. Да ну, мама, походу, сен мені наебать етейін деп жатсың. Мен сені қашан алдадым, әкең ауысты. Жат. Жарайды. Айбай, аяғым-ай, мына ойыншықтарды кім шаштаған? Тіс перісі? Шілейін, мені тіс перісі демейді шығарсың, может? Неге? Балға мен шеге. Көтің тасқа еге. Жарайды, тісің қайда? Кәз берем. Түсім қайда? Менің қалтамда. Ал ақшам қайда? Походу, мамаң сені алдап кетті. Чым ба? Иә. Көтің сия. Қонаққа барған кезде бір. Шатлақ, тұр, жүр қонаққа барамыз. Туй, мына қонақтар задалбали уже бар ғой. Біз оларға барамыз, біресе олар бізге келеді. Түкірмей сөйлеші. Жарайды, мам, жиналайын. Ой, жанымға, привет, қалайсың? Ой, сәлем берді, қарлығаш. Мынау сенің балаларың ба? Иә, мынау диқан. Салам, привет. Ал мынау сиқан. Көтке шыққан шиқан. Бергел, төбелесесің ба не? Жо, мен қыздармен төбелеспеймін. Ал балалар енді барыңдар, біз мында әңгімелесеміз. Жарайды, кеттік біз. Басына немене мынаны киіп ағасын, с днем рождения дейма еще? Кел бері. Конечно, ертең мен туған күнім ғой. Туған күнім мен? Шаймаш ертең дедім ғой. Сен натуре қуады екенсің ғой, ертең болса немен киіп ағасын? Сеспемен сестренкамнан. Бауырыңның көті қышқан кезде. Айгөлек, бүркіттің көті дөңгелек, бейтіп алып соққанда, домалайды дөңгелеп. Топас, анам бүркіттағы естік қоймасын кәз? Түшпас, жатылақ, білесі ғой. Цик-цик спать қойна. Я, цик-цик спать. Сен қотам. Келмей жүрсеші. Ты чё, бля? Широкий, что ли? Паразым бар ма мен? Анау не дейді? Айттым ғой мен саған көтің қыс деп. Мамаға айтпейм. Аузын жапшы. Жопу жми, дорогой. Енді ол өзі ғой көті қышқан. Маған похуй. Нюхай бәрі шен. О май гарбал. Слово пацана көріп алған кезде. Чужбандар. В смысле чужбанна? Берешнах? Долбайыпсыңдар ба? Чужбан деген не ол? Чужбан, сонында білмейсің ба? Чужбан деген чорт не яки котақпас деген сөз ғой конкретно.
Чужбан деген районда жоқ, районның темасына қатыспайтын адамдарды айтады, топас. Онда мен чужбан емес екенмін оны. Мен районскиймін оны. Немен былжырап атсыңдар сендер? Сендер вообще районның темасында жоқсыңдар ғой қайсыларың. Конкретно пришиваться еткілерің келе ме? Братан, мен вообще тігу білмейтін адам ғой. Инені вообще ұстап көрмеппін. Ой, долбоеб! Пришиваться деген ондай емес. Пришиваться деген бізге қосыласыңдар ма, қосылмайсыңдар ма деген сөз. Не, тілдерің жұтық қойдыңдар ма не? Қосылмасақ не істейсіңдер? Біз өзіміз, үшеуміз-ақ, 3 богатыря, 3 мушкетерамыз ғой конкретно. Мен қосылам сендерге. Ебать, да ну нахуй. Сен сонда бізді тастап кетіп барасың ба? Жарайды онда, амбалбаса мен де сені тастаймын. Қосылам деушілер, алдыма келіп тұра қалыңдар. Пока. Тоңқайып емес. Сендер сұраған жоқсыңдар ғой. Біз мысалы қазір қосылып, төбелесіп, содан кейін случайно бір косяк жасап, бүйтіп кішкентай косяк жасайтын болсақ, не болады? Үстілеріне түкіріп, үстілеріне сиіп тастаймыз. Бать! Прям сиіп тастайсыңдар ма не? Сиеміз. Ну, жарайды, самое главное, аузыма кіріп кетпесе болды. Давайте. Нервный адамдар қалай ойнайды? Мал пачинкиға секір дедім ғой мен саған, ей, тупас. Спокойно адамдар қалай ойнайды? Брат, аптечка берші. Аптечка берші, брат. Брат, аптечка берші, мен саған өліп баратырмын, көтім айырылып баратыр, бош ез.